Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qadırlı жақсылар. Мінекей біз Қаскелең жақтағы Әгіз ауыты деген. Сол жақта демалыс орнына келдік. Бұл жерде 2 жыл бұрын бізде демалғанбыз. Сонымен осы үйреншікті жерге келді. Жөн деп санадық. Мінекей тапшанды алдық. Тапшан 15 мың болды. Қазір дайындықтарға кірісіп жатырмыз. Әке қалай? Бітті. Басылып кетті, ана жаққа кетіп қалды бәрі. Европадан келген жігіт қой, Европадан келген жігіт. Мынау әкеңнің қызы, Данияр бауырымыздың қызы. Садағат. Сиырды соғымға салып жүрмеңіздер. Сиырын қарын жазып қоймайық ма? Әкең садақ ұстап отыр. Мынау Бақыт бауырымыз, Бақыт бауырымыздың ұлдары. Ар жақта Абдулмужип бар. Атам қазақ жауынгері болған. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Айдос бауырымыз. Дәлде, асықпай. Ана 8-ге тигізген кім? Айдос сіз ба? 8 мен ғой. Бәкең алмағаштың жапырағын көздеп жатыр. Солға дейін алмағаш. Түсіге кетті ма? Қайда кетті? Түсінбей қалды. Ар жаққа кетті. Кішкентай ал, бұра бәрі келіп ал. Атта қой тұрды. Жерге түсті, сол жерге кетті. Бәке, мына мангалдың тізгінін сіз ұстадыңыз ба сонымен? Жоқ. Бәріміз ортақ болып отырмыз ғой. Ешкім тікелей өз жеке жауапкершілік алғысы келмейді. Жауапкершілік деген қиын ғой. Көптен көрген ұлы той дейді. Бір ысасып дейсіз ғой. Самауырын дейді. Қазаны оқтау болсын, қатпай, қазаны оқтау болсын. Оқтау болса қазір табасын. Анандай, Айдос, анандай артында анандай несі бар, GPS-і бар, садақтарды кемейсіз ба, оқтарды? GPS-і бар ма? GPS-і барлар жоқ болып тұр олар. Қымбатқа түсіп кетеді. Мына саусағын үшмесін. Ал, Рәкеңнің ұлы, мирас атайын деп жатыр. Алдына шықпа, бұлай жүр. Дәлде, ана сарыны дәлде, Қол қозғалып кетсе? Мұнаның басымен дәлде, көрдің ме, жебемен. И ақыры демін ішке тартасын, жібересің. Жаман емес, бесікке тегізді, Ринаттың баласы. Бірін жатқанда. Рәкең. Рәкең. Жоқ, бұл қалайша бүйтіп шама едік деген шөбірін. Ұлынан кейін мотивация алып ұрайын деп жатыр ғой. Солай шады ғой. Ондықты көздеді ма, 900 көздеп атса, сонда сені кішкене жоғары шықпап төмен кетті. Бірден бір прямой етсең, төмен бір кетті. Айдос, Рәкең ана 2 ауызбен үйрек атып жүрген жігіттер ғой бұлар. Ал жаным. Ұстап бере ғой жаным. Үлкендер ататын. Рәкең не болды? Жетпей қалды ма не? Асы жүрем ма деп байындады. Үлкендер мынаумен атындар, үлкендер мынау. Үлкендердің ана ағаш соқпен атады үлкендер. Үлкендер ағаш соқпен атындар. Бәкең кетті, Бәкең. Бәкең атайын деп. Машалла, қанша? 7. 7-ге дейді. Бәкең 7-ге ұрды, Бәкең. Ата берді, соң бір ағаластар болды. Қолды ауыртады екен мынау. Анау ауыр. Ауыр, қолды ауыртады. Үш керек бәрі. Бәкең екіншісін көрейін деп жатыр. Қолды ауыртады екен. Екіншісін дегенде тоқалда бір ойлақамаңыздар. Екіншісін. Садақтың жебе екіншісін. Молодец, бақыт міне. 9. Жақындап қалдың ба? Жақындап қалды. Енді бір рет бір дәлдесеңіз оңға тиін деп тұр енді. Болды ғой, сен атпай қойсам да болады. Ергедегі үшке деп қойдым. Мешітте не істейді десе, садақ отумен айналысады екенсіздер ғой сіздер. Дін және дәстүр деген бар бізде. Дәстүр дейсіз ғой. Соған орай дайындаламыз. Дұрыс. Дайындалса керек таbii. Ой, болмай қалды. Болмай қалды. Al кетті.
Sekiz. 7 ma? 8. 8. Ha, 7. Altı. Болды. Мінекей міне. Дәкең қолынан шашлық. Үйрегі де бар, тауығы бар, тауықтың сағы да бар, крылышка да бар, қой да бар. Қой да бар. Бүгін бәрі бар. Тек не қалды ана? Люля кебап бар әлі. Ананы енді жейтін адам керек.